Қадірменді көрермендер, осындай керемет әсем әннен кейін бағдарламамыздың төріне келіп жеткен қонағымыз да бар. Таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ерлан Сапаров, облысымыздағы белгілі әншілердің бірі десем болады, эфирға қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет. Ең алдымен осы республика күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерді де құттықтаймын. Баршамыздың. Жалпы сұхбатымызды бастасақ, республика күні сіз үшін қандай маңызға ие? Негізі республика күні жаңа болған мәліметтерге сүйене отыра. Негізі қазақтың ұлттық мерекесі ғой. Тарихи маңызы жоғары. Біз енді өз мемлекетіміздің, өз республикамыздың тарихын білмесек, менің ойымша дұрыс болмайды. Сондықтан менің ойымша, мен үшін түгіл өзі осы мемлекетте тұратын әр азаматтың парызы деп ойлаймын. Өзінің шығу тарихын, мына 25 қазан 1990 жылы КСР-дің декларацияның қаулысымен қабылданған мемлекет, өзіміздің жеке бекітілген территориямызды, ұлттық бюджетіміз, валютамыз бар, рәміздеріміз бар. Сондықтан үлкен маңызы жоғары мереке деп ойлаймын. Үлкен ұлттық мереке республика күні. Озған ел тарихын таспен жазады, тозған ел тарихын жаспен жазады дейсіз ғой. Ал енді өзіңіз өнер адамсыз, шығармашылық ортадасыздар. Енді жастарды патриотизмға баулу үшін өнердің маңызы қандай? Жастарды енді отансүйгіштікке, өнердің де болмасын спорттың маңызы үлкен өте. Патриотизмге, отансүйгіштікке мысалға қарап отырсақ, қазақтың ұлттық өнері, ұлттық ойындары бар. Мысалға бәйге, қазақ күресі, болмаса өнер, ол да өнер ғой. Болмаса әндер, әннің өзі рухты оятатын қаншама қазақтың әндері бар, термелері бар, ел жайлы, жер жайлы. Сондықтан өнердің жастарға патриотизмге үлкен сондай бір қалай десем екен, рөлі жоғары. Ал енді жалпы өзіңіз енді барлығымызда кішкентай кезімізде бір әндерге, осы термелер естіп өстік. Өзіңізге мысалы осылай бір ұлттық құндылық әр адам үшін бір арқан болады ғой. Сол арқанның ішінде болат болады. Ол қыл арқанның болатын суырып алсан, арқан бұлқылдақ болады, сапасыз болып қалады. Енді әрқайсымыздың бойымызда ұлттық рух бар. Ал сіз соларды мысалға қай өнерден дәріптедіңіз, қай өнерден алдыңыз десек болады? Негізі жаңа өзіңіз айтып кеткендей, мына қазақтың термелері бар. Мысалға жаңа өзіңіз айтып кеткендей, сол сөзіңізді құптайын. Бала кезімізде тыңдап өскен термелер, болмаса жаңағыдай әндер, ол поп әндері болсын мысалға, болмаса терме болсын. Қандай да болмасын азаматқа өзінің мемлекет туралы ән тыңдаса, болмаса ән ұранымыз бар. Үлкен сондай бір рух туғызады ғой. Өзінің мемлекетін сүю, өзінің ұлтын сүю, дәстүрін сүю деген сияқты. Сондықтан маған енді өзім бала кезімнен өзіміздің ұлттық аспаптарымызды, өзіміздің ән ұранымыз бар. Өзіңіз білесіз, бірінші ән ұранымыз қандай болды, одан кейін көп қой енді. Менің өзім ұнататын қазіргі таңдағы әншілер Ибрагим Ескендірдің әндері. Қандай болмасын, ең бірінші әні жаңа көк тудың желбірегені. Одан кейін спорт жайлы, жер жайлы, ел жайлы әндері. Сол жаңағы өзіміздің өнерпазымыз, Қазақстанымыздың. Сол кісінің әндері өте сондай рух оятатын. Өзіме сол кісінің әндері ұнайды. Тіпті Ерболат Құдайберген өзі, біздің жігіттердің өзі бір төбе, осы ең алғаш осы бір рухты әндердің тыңдағанының бірі және бірегейі осы бір әндер болды десем болады. Бері қарай келе жатыр жаңағы Ермахан Ибрагимов дедіңіз бе? Ескендір, соның мысалға әндері барша бір қазақ еліне хит болып кетті десек болады. Болды десек болады, белгілі бір уақытта. Ал енді өзіңіз енді әншісіз, шығармашылықта ән таңдаған кезде, ән айтқан кезде осы бағыттарды қаншалықты жиі ұстанасыз?
Енді біз енді өнерде жүргесін қандай болмасын концерттік бағдарлама, мысалға сценарий жазылғаннан кейін бізге осындай номерлер керек дейді. Ол енді өзіміздің мемлекетіміздің қаншама концерттері болмасын, көбісі сол енді патриотқа жақын енді. Махаббат жайлы болмаса лирикаға сондай әндер аздау енді. Оларды енді жеке отырыстарда айтуға болады. Ал көбісі енді концерттік бағдарлама қойғаннан кейін бізге айтады, осындай күні, осындай концерт болады. Болмаса республика күні, болмаса тәуелсіздік күні. Сондықтан көп әндердің көбісі патриотқа жақын әндер. Ал ән таңдаған кезде қалай таңдайсыздар? Ән көп қой. Оның ішінен ең бір жүйелісін, ең бір былай айтқанда киелісін таңдап алу керек. Осы процесс қалай жүзеге асады? Мен өзім ән таңдағанда оның сөзіне үлкен мән бөлем. Өйткені сөзі сүбелі, сүйектен өтетін сөздер болса, ол жүрекке жететін сөздер болса, менің ойымша оның жазылған жаңағы аранжировкасы болмаса оның ырғағы ешқандай қатты бір рөл ойнамайды деп ойлаймын. Ең бастысы сөзі дұрыс болу керек қой. Қазіргі таңда енді өзіңіз білесіздер ғой, қаншама әншілер шығып жатыр. Мысалға музыкасы әдемі. Сондай бір тыңдағың келеді, билеп кеткің келеді. Бірақ енді сөзіне көңіл аударсан, жартысы қазақша, жартысы орысша, арасына ағылшынша қосылған деген сияқты. Ал біздің өзіміздің жаңағы патриоттық әндердің менің ойымша әрқайсысының сөзі сондай жанына жақын, сондай рух оятатын, әдемі сөздері бар. Сондай ән таңдаған дұрыс деп ойлаймын. Ал енді жалпы осы ән таңдаудан бөлек, осындай бір ұлттық мерекелерге дайындық барысы қалай өрбиді? Қай кезден бастап дайындаласыздар? Сол қызық болып тұр. Мысалы, алатын болсақ, осы бүгінгі күніміз республика күні. Бұл енді бұл күнге дайындық бір жеті бұрын емес, бір ай бұрын айтып қояды бізге. Репертуар қарастырыңдар, таңдаңдар деген сияқты. Әр мерекеге біз енді өнерде жүргесін бір ай бұрын дайындаламыз енді. Оның өзі білмеймін енді аз деп ойлаймын. Бірақ енді қандай болмасын мереке, мысалға бір сондай бір отбасымен, семьямен тойлататын, мысалға жаңа жылымыз бар, 22 наурызымыз бар. Олар енді кішкене басқаша көңіл күймен дайындаласың. Ал енді тәуелсіздік күні, республика күні дегенде, оған енді шын мәнісінде өзіңді сондай іштей дайындайсың да. Жауапкершілік жүктеледі. Жауапкершілік үлкен, сондай орасан. Сондықтан әр мерекеге психологиялық тұрғыдан өзіңді дайындайсың біріншіден. Ал енді одан кейін енді жаңағы кәсібилігің бар. Қалай айту керек, ол өзінің дауысыңа келетіндей болу керек деген сияқты. Ал сол кезде ән айтып жатқан кезде сізді көріп отырған көрермендерден қандай әсер аласыздар? Мысалға көрерменнің барлығы бірдей емес. Бірі енді былай әрбір сөзіне сүйсініп тыңдайтын болады. Кейбіреулер мүлдем тыңдамайтындар болады. Мысалға былайша айтқанда санын толтыру үшін келетіндер болады. Осы орайда қандай көңіл күй сезінесіздер? Мысалға енді мынау республика күніне орай концерттеріңіз болып жатыр, жүріп жатыр, біліп жатырмыз. Осы орайда қандай әсер аласыздар өздеріңіз? Енді қандай болмасын іс-шара өтіп жатса, мысалға өзіміз залға қарап, залға жұмыс істейміз ғой. Сондықтан көрерменге жұмыс істеп тұру керек әрқашан. Ол деген сахналық өнер бар, өзіңді сахнада қалай ұстауың бар. Егер әрине іштей дайындығын дұрыс болмаса, бірдеңені ойлап тұрсан, ол жаңағы сен беріп жатқан әсер дұрыс болмайды деп ойлаймын. Сондықтан көрерменмен бірге жұмыс істей білу керек деп ойлаймын. Көрермен берген саған деген жаңағыдай орысша айтқанда отдача, соны сен бере алу керексің деп ойлаймын. Жүректен шыққан нәрсе жүрекке жетеді. Жүректен шыққасын, жүрекке жетеді ғой әрине. Ал енді барлығын осы мереке туралы айтып жатырмыз. Енді сіздің жеке шығармашылығыңызға үңілгім келіп отыр. Жалпы репертуарыңызда қандай бағыттағы әндер көбірек? Менің жеке репертуарымда енді шынын айтайын, лирикалық әндер басымырақ деп ойлаймын. Өйткені өзім жан тәнім сол лирикаға жақын, жақсы көремін сондай әндерді.
мысалы күз жайлы, қыс жайлы деген сияқты репертуарында қазақша да, түрікше де, француз тілінде әндер бар. Ал енді жұмыс барысы бойынша енді әрине жаңағыдай өзім айтып кеткендей патриоттық әндер керек болғасын, сол жаңағы сөзіне қарап, оның ырғағына, дауысыма келетіндей қылып таңдаған әндерім баршылық, енді аз емес. Бір 10 шақты әндерім бар. Жазылған запистерім де бар, жеке де, былай да, акапелла да, домбырамен айтатын әндерім бар. Ал енді осы орайда жастардың қызығушылығы қандай ұлттық өнерге деген? Жас әншілер болсын, шығармашыл адамдар болсын. Қазіргі жастардың өнерге деген құлшынысы маған өте ұнайды. Өйткені неге десек те қазіргі өзіміздің қазақи жаңағыдай өзіңіз көргендей бомберлер шығып жатыр, шапандар, заманауи сондай болмаса бас киімдер, кепкалар, тақия. Сосын жаңағы әнге келген кезде жастардың енді жаңашылдығы орасан зор енді. Жақсы деп айтуға болады. Жазған әндері өзіміздің өнерімізді, өзіміздің ұлттығымызды көрсетіп жатқан, өзінің қаласын әндетіп жатқандар, өзінің жаңағыдай жеке кішкентай отанын айтып жатқандар көп енді. Сондықтан менің көңілім толады өте жастардың қазіргі өнерге деген, ұлттық өнерге деген өзінің жаңағыдай патриоттығы. Ал енді өзіңіз осы салаға қалай келдіңіз? Жалпы көп мен осы эфирге әншілер келген кезде әдейілеп сұраймын. Әншілік қанмен келетін қасиет пе, немесе оны еңбек арқылы қалыптастыруға бола ма? Осы сұрақты енді сізге де қойғым келіп отыр. Ол енді шын мәнісінде ең бастысы, ең біріншіден менің ойымша қанмен келеді деп ойлаймын. Ол мүмкін бір семья болуы мүмкін, не әкесі де әнге жақын емес, не анасы әнге жақын емес, бірақ баласы сондай бір әнші болып шығады мысалға. Менің ойымша ол арғы аталарынан дарыған қанмен келетін нәрсе, ал бірақ десек те өнер болсын, медицина саласы болсын, ол енді көп еңбек талап ететін сондай бір мамандық деп айтуға болады деп ойлаймын. Өйткені музыкамен бір жылда музыкант әнші болу мүмкін емес деп ойлаймын. Мысалға медицина 7 жыл, 10 жыл оқиды. Дәл солай музыка, математика сияқты оның гармониясын, сольфеджиосын біле білсең, үлкен бір сондай танымал музыкант болады, әнші болады. Сондықтан 1% қанмен келсе, 99-ы сол еңбектің арқасы деп ойлаймын. Бірақ та алма ағашынан алысқа түспейді дейсіз ғой. Иә, әрине алма ағашынан алыс түспейді ғой. Өзіңіз қалай келдіңіз өнер саласына? Мен өзім өнер саласына, өзім кішкентай кезімнен 1-ші сыныптан бастап, өзім мектеп табалдырығын аттағаннан бастап ән айтып жүрдім. 5-ші сыныптан бастап мектептің іс-шараларына қатысып, жүргізуші болып, қандай болмасын мерекеде ән айтып жүретін. Содан кейін домбыраға жақын болдым, домбыра үйреніп, сол 1-ші сыныптан бастап мектеп табалдырығын ең бірінші аттағаннан бастап өнерге жақын, әнге сондай құмар болдым. Сол саланы әлі күнге дейін жалғастырып? Әлі жалғастырып, осы күнге дейін келе жатырмыз. Ал енді осы шығармашылық адамдарда көбінесе бір андай орысша айтқанда переломный момент дейтін болады. Сол сізде болды ма? Ондай оқиға енді, ондай жағдай болды. Өзіңіз білесіз, мынау өзі коронавирус кезінде көбісі енді концерт сағынамыз. Жаңағыдай енді оны жасыратын ештеңесі жоқ. Тойға шақырады, тойды сағынасың, сахнаны сағынасың, халқыңды сағынасың ғой. Ол жаңағы сен берген өнеріңді, ол кісілердің қошеметін сағынасың. Сол кезде бір шамалы переломный момент болды енді. Көп әншілер, көп жаңағыдай өнерге жақын жандар өнерін қойып, осы аш қалмайын, семьямды асырайын деп басқа жұмысқа кетіп қалғандар бар енді. Стройка болмаса, әрине ер азаматқа жұмыс деген жарасады ғой. Бірақ десек те өнерде жүргеннен кейін бір моментте 1-2 жылдай басқа салаға кетіп қалған, сондай бір жаныңа қатты тиеді екен. Одан кейін Аллаға шүкір енді ақырындап өнерімізге ақырындап тағы да келдік қой. Бұрындағыдай енді қазіргі таңда өнерлеріңізді халыққа беріп жүрсіздер, таратып жүрсіздер, көрермен көзайымы болып.
Ал енді сізден бір қонаққа де болсын, осы бір республика күні болғаннан кейін бүгін енді бір ән сұраймыз. Мүмкіндік бола ма? Әрине, өнерден ән айтудан қашпаймыз. Жаңа өзім айтып кеткендей, Ибрагим Ескендірдің әні, Батырлар ұраны, Қазақстан әні. Соны сіздерге баршынша айтып көрейін, тырысып көрейін. Мен кім едім, қазақ деген ел едім, қанжармен тарап шашымды, қарашамды жебедім. Мен қазақ деген алты аспан, алты алаштың басы едім. Болам бір санды бөредім, кеудемде намыс қайнатқан, астыма мінген жүйріктің желкесін жерге шайнатқан. Алдымдағы дұшпанға ақ жебе болып атылдым. Мен қазақ деген баһадүр, мен қазақ деген батырмын. Мен қазақ деген баһадүр, мен қазақ деген батырмын. Бабалардың көзі, жүрегімнің сөзі, жалғызымнан өзі. Қазақстан айдын шалқар көлім, жазиралы жерім, жер ұйығым менің Қазақстан. Ай, бәрекелді. Мінекей, бүгінгі эфирімізді осылай кереметтей бір көтеріңкі көңіл күйде, жақсы бір түрлі түсті атмосферамен боядық десек болады. Қадірменді көрермендер, өздеріңіз көргендей, сіздерге де осындай көңіл күйді сыйлай алдық деп ойлаймыз. Ал енді Ерлан мырза, шығармашылығыңыз шарықтай берсін. Әрдайым осындай кереметтей дауыспен тыңдармандарыңыз көп болсын. Халықтың сүйіспеншілігіне бөленіп жүре беріңіз дегім келеді. Ал енді бүгін мереке, бүгін кереметтей көңіл күйдеміз, кереметтей әсер алды деп ойлаймыз көрермендеріміз. Біз де кереметтей әсер алып отырмыз. Ал енді эфиріміздің дәстүріне сай, бізді көріп отырған көрермендерге жолдар сәлеміңіз болса, құттықтау сөздеріңіз болса, мархабат дегіміз келеді. Екінші камера сіздің осыңызда. Әрине, сәлемнің сәті бар дейді. Бүгін осы сәтті пайдалана отырып, өзіміздің ұлттық мерекеміз 25 қазан республика күні құтты болсын. Көк байрағымыз желбіреп, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп тілеймін. Әр қайсыларыңызға мереке құтты болсын, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Баршаңызға бүгінгі күн жақсы өтсін, сәтті өтсін деп тілеймін. Әмин, айтқаныңыз келсін, рахмет. Осы бір уақыты жоқ заманда, әсіресе уақыты жоқ осы бір күні уақыт бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет айтамыз. Алдағы уақытта шығармашылық табыс, өсіңіз, жетіліңіз, тасқындаңыз, бірақ та биікпіндеп асқынбаңыз. Сен мықты, ана осал, мен орташа, бәріміз бір аспанның астындамыз дейді. Әрдайым бір аспанның астында осындай кереметтей мейрамдарды, мерекелерді тойлап жүре берейік дегім келеді. Тек қана сәттілік тілейміз.